Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді пельмен дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа ыстық су құямыз, 250 мл. Яғни суымыз қатты ыстық қайнап тұрған болмауы қажет, 60-70 градустағы ыстық су болу қажет. Үстіне тұз, бір ас қасық сұйық май, жұмыртқа және ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Пиязды блендерде езіп аламыз және 3-4 штук чеснок қосамыз. Немесе қолмен майдалап турасаңыздар да болады. Ондай жағдайда фаршқа кішкене су қосып жібересіздер. Егер блендермен езсеңіздер, су қосудың қажеті жоқ. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп қойған осылай қамырларымызды салафанның астына салып қоямыз. Сонда олар тез кеуіп кетпейтін болады. Біз жасап болғанша шеттері тез жабысатын болады. Міндетті түрде доскаға ұн сеуіп, соның үстіне тізіп шығамыз. Мінекей біздің пельмендеріміз дайын. Енді оны қайнап тұрған сорпаға, яғни сүйек қайнаған сорпаға саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз, лавровый лист және мен орегано қостым. Немесе базилик қоссаңыздар да болады. Сорпаға ерекше дәм беріп тұрады. Қайнап тұрған сорпаға пельмендерді салып, араластырып отырып саламыз. Және 10-13 минут аралығында қайнағаннан кейін пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пельмендеріміз дайын, бір-біріне жабыспай және ісініп, үлкен болып кетпей, осындай өз көлемін сақтап піседі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.